Құрметті студенттер, бұл біздің 5-ші сабағымыз. Яғни біз 5-ші сабағымызда сіздерге нақты түсіндіретін бұл біздің видеоролик түсіретін Bodycam платформасы. Өте тиімді құрал, тегін, платный версиялары да бар. Яғни 10 минутқа дейін сіз видеоролик түсіре аласыз бұл платформа арқылы. Яғни платформаның негізгі ерекшеліктерін айтып өтетін болсам, мына жерде сіз өзіңіздің жұмысыңыз домой деген жерде өзіңіздің жұмысыңыз берілген болады. Мына жерде бірінші жаңа өзімнің 4 видеоролигім, 5-шісі өзімнің видеоролигім көрсетіліп тұр нақты. Яғни открыть деп қарайтын болсаңыз видеороликті қарауыңызға болады. Ал private рөлін қарайтын болсаңыздар қай бөлімде жатқан документтің ішін көруіңізге болады. Загрузиттің ішіне қарайтын болсаңыз YouTube-ға болмаса Google дискіге сақтауыңызға болады. Удалить деп бассаңыз өшіріліп қалады. Мына жерде барлық жұмысыңызды қалай не істеу керек, жұмыста полный экран, болмаса экранды барлығын жауып тастап, болмаса звукты жауып тастауыңызға болады, фотоңызды көрсетпеуіңізге болады. Яғни соны мына жерде барлық көрініп тұрады. Ал видеороликте видеоларымыз, суреттеріміз, аудиоларымыз тұратын болады. Мен әзірге аудио түсірген жоқпын. Яғни мына жерде дауысыңыз, өзіңіздің дауысыңызды реттей аласыз, громкостын, звугыңызды. Және де мына жерде камераны қоспауыңызға болады. Осылай тоқтата тұруыңызға да болады. Жұмыстың басталуына камера. Не камера қарап отырасыз. Мына жерде видеоның качествосы, яғни MP4 ретінде көрсетіледі. Яғни сіздерге көрсететін болсақ, бұны документально сохранить етіп жіберетін болсаңыздар, документ түрінде видеоролик ішінде тұрады. Мен өзіме бірақ та YouTube каналға салып, сол ссылкасын скопировать сіздерге жіберетін боламын. Мен бүгін мына жерде өзіңіздің яғни белгілі бір жерлерді қамтуыңызға да болады. Мына жерде өздерінің жаңағыдай нелері тұр, өлшенетін жерлері. Алмайтын жерлеріңізді удалить етіп тастауларыңызға болады, только аудио жазуларыңызға да болады. Неше түрлі мүмкіндіктер өте көп. Айскриммен салыстыратын болсақ, меніңше өте көп мүмкіндіктер бар. Өзіме всегда қолданамын бұл платформаны. Сонымен қатар осы платформаны осы жерде сохранить етілгенін көре аласыздар. Локалный дисктің ішінде, компьютердің ішінде осылай тауып жіберіп алуларыңызға болады. Сохранить етілген қай жерінде табылмай жатқан болсаңыздар, өзіме ұнайтын платформалардың бірі. Барлық видеоны осы платформа арқылы түсіріп, өңдеп YouTube-ға саламын. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі біздің сабағымыз осымен тәмам, студенттер.